Сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым сайт жасау технологиясы. Оның ішінде Node++ бағдарламасын қалай орнатамыз, және ол не үшін керек, сол туралы айтатын болам, және сайттың құрылымы туралы айтатын болам. Ең алдымен менің каналымның астында тұрған подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осындай қызықты контенттер жіберіп болмаңыздар. Өйткені сайт бұл кез келген бизнестің, кез келген интернет дүкенінің жүрегі десек те болады. Сіз бір нәрсені сататын болсаңыз, немесе услуга жасайтын болсаңыз, курс оқытатын болсаңыз, реклама жіберетін болсаңыз, соңында өзіңіздің сайтыңызға әкеп ссылка жасайсыз. Сол себептен бұл сайт өте маңызды құрал. Сондықтан ең маңызды тақырыптар жіберіп алмаңыздар. Ендеше кеттік. Ең бірінші менің каналымдағы айтып кететін сайт туралы мәліметтер жіберіп алу үшін менде өйткені сайтында әртүрлі контенттер болады, әртүрлі видеолар болады, қызықты, пайдалы тақырыптар. Бірақ оның ішінде сіз сайт туралы мәліметтер жіберіп алмау үшін міндетті түрде плейлистке кіріңіздер. Мен әртүрлі тақырыптарды бөліп қоямын, соның ішінде сайт жасау үйрену деген мәзірін басыңыздар, ссылкасын соны басыңыздар, соны басқаннан кейін соның ішінде міне көрдіңіздер, мына жерде қанша сайт туралы нәрселердің барлығы осы жерде жинайтамын. Каждый тақырып өте маңызды. Мына жерде суретті қалай қою керек, видеоны қалай қою керек, программаны қалай орнату керек. Нөлден бастап осы жерден барлығын бірте-бірте жазатын болам. Осы жерден көріп аласыздар, сосын видеоға кіргеннен кейін қазір реклама кетсін. Так, рекламаны жібереміз. Осы жерге кіргеннен кейін, ең бастысы, осында кіргеннен кейін, мына жерден 720 мен жазылған, сіздерде новый видеоларды көрсететін болсам, сол жерде, мысалы, новый видеоларды көретін болсаңыз, сіздерде мынандай качествоны қойып алыңыздар, 1080 деген. Full HD качествоны қойып алыңыздар, сізде барлығы анық көрінетін болады. Ендеше кеттік. Ең бірінші, мен бір пример алайын. Қазақтелеком деген, бір кезінде бір студентке заказ болған, осындай бір сайт жасап беру керек. Міне осындай сайтты мен Қазақтелекомның основной сайты осындай. Міне, так, мен ссылканы бөлек ашып қояйын. Ну, как пример есебінде, как көрсету ретінде студентке ол өте маңызды тақырыптың бірі болған, соған көмектесу керек болды. Міне осындай бір кішігірім сайт жасау керек болды. Нөлден бастап HTML, CSS-тің технологияны қолданып отыр. Енді оны қалай жасадық? Мына жерде ең бірінші шапкасы, мынау бірінші тұрған шап негізі div блоктармен бөлінген шапкасы, одан кейін мәзір бөлімі, одан кейін контент бөлімі, астында енді подвал дейді, соңғы жағындағы бөлім болады. Бұл жерге қойылмаған, алып тастаған жерде 3 бөлімнен тұрады. Шапка, мәзір және контент бөлімі. Осы каждый сабақта осы нәрселерді түсіндіріп отыратын болам. Енді осы қарап отырсаңыздар, менде 6 меню бар. Әрқайсысын бассаңыз көрдіңіздер, индекс 2, индекс 3, индекс 4, индекс 5, индекс 6 деген сияқты. Міне, осы индекс 6 деген меню бар. Мен ол сайтты қарасаңыздар, әр менюға жеке осындай индекс HTML файлдар бар, форматтар бар. Енді осыны біз обычно открыть с помощью блокнот деп ашып жүреміз. Блокнотты деп табу керек, блокнотпен негізі блокнотты іздеп табу керек. Блокнотпен өте ыңғайсыз негізі ашқан. Сондықтан мынандай сайт бар. Сол сайттың ішінен Google-ға жазсаңыздар, ең бірінші шығады. Notepad++ скачать с официального сайта деп, официальный сайтта скачать етіп аламыз. Сол жерде бірінші программаны аламыз. Осы жерде сіздің өзіңіздің операциялық желіңіздің биттік версиясына, мысалы 32 биттік па, 64 па, осы жерден қарайсыздар. Мысалы менде 64, скачать етіп алам. Так, давайте скачать дейін. Менде уже екінші рет скачать етіп жатыр. Міне. Осы жерде менде скачать еттім екеуін. Мысалы осыны аламда запустить от имени администратора деп, мына жерде өзіңізге керек тілді таңдайсыз. Мен русский деймін, маған ыңғайлы русский. Так, далее дей беріп, рабочий столға ссылка керек па дейді маған. Создавать етейін ба, ярлығын дейді, я деймін. Готово дейді. Көрдіңіздер, менде Notepad+ программасы ашылды. Өте керемет, қазір түсінетін боласыздар. Енді мен жаңағы программамы барам, индекске барам, открыть. Edit with Notepad деймін, открыть с помощью Notepad. Блокнотты ашсаңыздар, бәрі шашырап, мынандай қызыл жасыл көп болып тұрмайды, мынандай болып.
көрдіңіздер, мынау өте ыңғайлы. Командаларды, ішіндегі бөлімде атрибуттарды, комментарияларды өзінің түсімен бөліп, бәрін рет-ретімен осылай әдемі қылып қойып қояды. Міне, өте ыңғайлы мына жерде кодтармен жұмыс жасауға. Сол себептен осы программаны міндетті түрде орнатып алыңыз. Бұның аналогтары өте көп. Сіз кез келген осыған ұқсайтын программалар өте көп. Біз негізі основной осы Notepad++ пен жасаймыз. Сізге өзіңізге ұнаған аналог программаларын көшіріп алып жасай берсеңіз болады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осы Notepad++ программасын орнатып алыңыздар, сосын ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.